Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін аспан әлемінің құпиялары тарауындағы соңғы тақырып темірқазық пен жетіқарақшыға келіп жеттік. Демек, біз бүгін сын есімдерді қайталайтын боламыз. Осыдан кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші тапсырмада мәтін берілген. Мәтін темірқазық пен жетіқарақшыға байланысты. Мәтінде осы қазақ ішінде жетіқарақшы мен темірқазыққа байланысты екі түрлі ертегінің бар екендігі туралы айтылады. Бірінші ертегіде Тәңірі өз аттарын темірқазыққа байлайды. Темірқазықтың қасындағы қос жарық жұлдыз сол ақбозат пен көкбозат болып есептеледі. Темірқазыққа арқандалған тұлпарларды ұрлау үшін келген жетіқарақшы жылқыны торуылдап, жайылған жылқының соңынан қуалап, баспалап айналып жүреді. Бірақ таң атып кетіп, бұлар қапы қалып отырады. Осылай үнемі жалғасып отырады дейді. Екіншісі, осыдан көп замандар бұрын аспан әлемінде ағайынды 7 жігіт өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде ағайындылардың біреуі үркер шоқжұлдызының Үлпілдек деген сұлу қызына ғашық болып, оны ұрлап кетіпті. Сол әрекетінен кейін оларды басқалар жетіқарақшы деп атап кетеді. Қызды қарақшылардан құтқарып алу үшін үркерліктер әлі де жетіқарақшыны қуып жүр. Жақындап қалғанда қашанда таң атып кете береді екен дейді. Осындай екі қызықты ертегі берілген. Енді бірінші тапсырманың астында мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру керек. Мәтінде аспан әлеміне қатысты қандай атаулар кездеседі? Байқаған болсаңыздар, жетіқарақшы, темірқазық, ақбозат, көкбозат, үркер және үлпілдек деген атаулар кездеседі екен. Жетіқарақшы атауы қалай пайда болған? Аспанда өмір сүрген ағайынды 7 жігіттің біреуі үркер шоқжұлдызының Үлпілдек атты қызына ғашық болып, ұрлап кетеді. Содан кейін оларды жетіқарақшы деп атап кетеді деп жаңа ғана айтқан едік. Екі аңыздың ұқсастықтары қандай? Екеуі де аспан әлеміне шоқжұлдыздарға қатысты, екеуінде де қарақшы жұлдыздар туралы оларды қуып жүргенде таң атып кете беретін туралы айтылады деп жаздым. Өздеріңіз басқаша берулеріңізге болады. Бірінші тапсырманың әсінде мәтіннен сын есімдерді тауып жазу керек. Жарық және сұлу деген сын есімдерді таптым. Ары қарай өздеріңіз іздеп көріңіздер. Мәтіннен деректі және дерексіз зат есімдерді тауып жазыңдар дейді. Деректі зат есімдерге қазақ, ат, жылқы, жұлдыз, қазық, қыз, шоқ жұлдыз. Дерексіз зат есімдерге ертегі және әрекет деген зат есімдерді тауып жаздым. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Екінші тапсырма, сапалық сын есімдерді тауып бос төргөздерді толтырыңдар. Түс сары, биік емес, жатаған сөздердің синонимі аласа, заттың пішіні сопақ, тастай берік сөздердің синонимі қатты, ауа райының температураны айтқанда қолданылатын сын есім жылы, тұзы ащы тамақ, ұзын емес, қысқа болады. Үшінші тапсырмада берілген сөздерді сын есімдермен тіркестіріңдер дейді. Сыйлық, бота, жаңалық, орындық жейде. Құнды сыйлық, кішкентай бота, жағымды жаңалық, биік орындық, сәнді жейде. Бұны өте көп нұсқада беруге болады. Төртінші тапсырма, жұрнақ жалғау арқылы төмендегі сөздерден сын есім жасаңдар. Ұйқышыл, кешкі, көңілді, ағайынды, қоғамдық және сәнді. Бұны да бірнеше нұсқада көруге болады. Бесінші тапсырмада өлеңді оқып, қатыстық сын есімдерді тауып, олардың қай сөз табынан жасалғанын анықтаңдар дейді. Бұның ішінде мен бірнешеуін ғана белгілеп қойдым, қалғандарын өздеріңіз тауып аласыздар. Әлі біраз бар. Шоқпардай, түбірі шоқпар зат есім, тай жұрнақ. Омыраулы, түбірі омырау зат есім, лы жұрнақ. Бүркіттей, түбірі бүркіт зат есім, тей жұрнақ. Жел соғарлы, жер соғарлы, түбірі жер, соқ, ар жұрнақ, лы сын есім тудырушы жұрнақ. Жер деген зат есім, ал соғу деген ол, өздеріңіз байқаған болсаңыздар, етістік. Сіңірлі, түбірі сіңір, лі жұрнақ. Етсіз, түбірі ет, сіз жұрнақ. Кім көп табады? Берілген сын есімді заттық мәнде қолданып, бірнеше сөйлем құраңдар. Қазақтың сұлулары көп, шешеннің сөзі тәтті,
ел болашағы жастар, жомарт, қол ашық адам, жақсының сөзі өлмейді деген бірнеше нұсқа бердім. Бұдан да басқа әртүрлі сөйлемдер құрауға болады. Сұрақтарға тез әрі дұрыс жауап беріңдер дейді. Денсаулық қандай байлық? Зор байлық. Бір сөзден құралған сын есім тарасын есім деп аталады. Тәтті сөзі заттың дәмін білдіреді. Қандай бала? Әдепті бала, арлы бала. Жақсы жаман күрделі сын есім қос сөз болып тұр. Әдемі сөзі негізгі дара сын есім, сапалық сын есім. Заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, дәмін білдіретін сөз табы сын есім деп аталады. Сын есімнің сұрақтары қандай және қай? Сын есімдер құрамына қарай екіге дара және күрделі болып бөлінеді. Еліміздің туының түсі. Сурет бойынша сын есімдерді қатыстырып шағын мәтін құрастырыңдар. Қазақстан табиғаты сұлу мекен. Оның биік таулары, мөлдір тынық өзен көлдері көп. Таулары жазда жасыл желекке оранып, баурайлары қызылды жасылды гүлдерге толады. Сондықтан айнала ерекше әдемі болады. Мен әдемі отанымды жақсы көремін дедім. Осымен сабақ аяқталды. Бұдан кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.